Ассаламу алейкум, сіздермен Нұрбиш Әмірқызы. Бүгін каналымызда әсіп жасайтын боламыз. Кейбір жерлерде божо деп айтады. Осындай моншақтай әсіптердің жасалу жолын көрсетемін. Кейбір лайфхактармен бөлісемін. Видеоны соңына дейін бөлісіңіз. Бізге керегі бауыр, өкпе, талақ, бүйрек, жүрек, кез келген жануардың жаңағыдай органдарын аласыздар. Тіпті ет қоссаңыздар да болады. Бірақ мен бұл жерде өкпе қосқан жоқпын. Егер өкпе қосатын болсаңыздар, алдын ала қайнатып алу қажет. Және аздап құйрық май қостым. Мясорубкадан өткізу үшін, ыңғайлы болу үшін турап алдым. Және қосымша дәм беру үшін 2 тіс сарымсақ, пияз және сәбізді пайдаландым. Сәбізді қоспасаңыздар да болады, енді ол өз қалауыңызша. Осылардың барлығын кезекпе-кезек жаңағыдай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Күрішті міндетті түрде қосамыз, ол әсіпті жақсы біріктіреді. Одан кейін өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді қосыңыз. Мен жағдайында зіре, тұз, қара бұрыш және паприка. Енді үстіне су құйып, жақсылап араластырып, бір 15-20 минутқа қалдырып қойыңыз. Яғни тұзы, дәмдеуіштері жақсы сіңу үшін. Көріп тұрғандарыңыздай әсіп ондай қатты қою болмайды, сұйықтау етеміз. Бұл бізде жаңағыда ішекке салған кезде қатты жарылып кетпеу үшін, ішінде бос тұру үшін, сондықтан да осылай сұйықтау етеміз. Бұл жерде сиырдың ішегі жуып, тазаланып, жаңағыда бір бұрышын байлап қойдым. Одан кейін бізде осындай колбаса сосискеге арналған насадка болады. Немесе баклажканың қақпағын қырқып алып, сол арқылы салсаңыздар болады. Мен көріп тұрғандарыңыздай сұйық болып тұр, салу да өте ыңғайлы болады. Тағы да қайталай беремін, нығыздап салмаймыз, қазы сияқты бостау етіп саламыз. Себебі күрішіміз ісінген кезде сіздің ішегіңізді жарып жіберуі мүмкін. Ішектен осындай бір қарыстай қолыңыздың қарсыңыздай алып қалыңыз. Өткен біз басынан бастап бостау етіп байлаған кезде соңғы жағына келгенде жаңағыдай тіреліп, ісініп кетпеу үшін, сондықтан бас жағында бостау ішектің қалғаны дұрыс. Енді арасынан осылай өзіңіздің қалауыңызша бөліп жіппен байлап шығасыз. Мынау менде екінші ішекке де салдым. Қараңыздар, бос етіп арасын байлап шығамыз. Және тесуге бірден асықпаңыздар. Барлық ішектердің барлығына салып, орап болғаннан кейін ғана тесіңіздер. Әйтпесе жаңағы біздің суымыз артығы шығып кетуі мүмкін. Және осылай алдын ала тесіп алыңыз. Яғни суға салған кезде, бір қайнап шыққан кезде, тессеңіз, кішкене қолыңызға шашырап, сондай болып кетуі мүмкін де, осылай алдын ала тесіп алған жақсы. Сосын үстіне салқын суды құйып, отқа қойып, қайнап шыққаннан кейін баяу отта 40 минут, 50 минут пісірсеңіздер жетеді. Менде мына жерде бір ішектің өзі сондай қабығы жұқа болып тұрады, сол жарылып кетті де, түсі осылай жаңағыдай жаман болып қалды. Бірақ қалған ішектердің барлығы өте әдемі шықты. Сосын, егер сіздердің ішектеріңіз жаңағыдай жылтырап тұрсын десеңіздер, сыртына кәдімгі қолдың сармайын сүртіп жағып жіберсеңіздер, әдемі сондай жылтырап, тәбетті де ашып тұрады. Қазіргі таңда әсіп бизнесі өте жақсы қолға алынған. Дәл осы рецепт арқылы көбісі жасайды. Осылай моншақ әсіптерді дайындап тапсырысқа жасасаңыз болады. Енді ет болғаннан кейін өте берекелі, табыстың көзі. Міне көрдіңіздер ме, осылай сармаймен сүртсеңіз, сондай тәбетті ашатындай әдемі жылтырап тұратын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Нұрбиш Әмірқызы. Айтпақшы, сізден 1 секундтық өтініш, каналға подписация етіп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше ас болсын.